Сәлем достар, сіздермен Қызықтаймыз арнасы және бүгінгі видеода Мейрам киностудиясының Зомбиленд сериалының қателіктері мен логикалық келіспеушіліктерді айтатын боламын. Бұл видеода мен автордың еңбегін таптамаймын, өйткені бұл сериал өзіме қатты ұнайды. Айтпақшы, бұл сериалдың қателіктерін алдыңғы видеода да тапқан болатынбыз. Егер көрмеген болсаңыз, осы жерді басып көре аласыз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Так, айтпақшы, біздің каналға подписка жасап кетіңіздер. Қасындағы колокольчикті міндетті түрде басып өтіңіздер. Сол кезде біздің алғашқы болып видеоларымызды бірінші көретін боласыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Зомби шығар деп атып өлтірген соң, мыналар кімдер дегеніне қарағанда, өлтірмес бұрын бұлардың адам екенін білген сияқты. Төменге кім алып баруы мүмкін? Эрик. Эрик алып баруы мүмкін емес. Эрик не үшін Арсты лагерге дейін алып келді? Әлде балалар таба алмай қалмасын деп уайымдады ма? Онда уайымдаса неге ұрып талдырып тастады? Біздің мерген деп жүрген Алдик әруақты көрген кезде көзі қылиланып қасында тұрған баланы атып өлтіре алмады. Еш жоқ, екі қолмен атты ғой, прикинь. Мынандай удардан кейін беттің көгермеуі шілей өтірік қой. Бірақ бұл балаға ештеңе әсер етпейді екен ғой. Ал мына баланың қолындағы укол қайда кетті? Әлде емделіп шықты ма? Бұл туралы біз неге білмейміз? Мына зомбилердің түріне қарасам, киініп шығып жатқан сияқты ғой. Жылы киімдерді сандыққа салып келіп жатыр ау деймін бұлар. Оу, мынандай сурет бар жерде Мейрам киностудиясы кино түсіреді деп ойламаппын. Тағы бір беті көгермейтін және ауырмайтын басты кейіпкер ол Ая. Бірақ Аяны ешкім қыз деп аямайды екен. Сен өз бәле болдың ғой, таяққа тоймайтын адам екенсің. Мен төрімін. Мен оңай өлтіремін деп ойламаңдар. Аяны іздеп те уайымдамаңдар. Ол менің қасымда. Тамағын беріп қарап отыр. Оны көргілерің келсе, менің қайда екенімді білесің. Сен қайда екеніңді қайдан біледі? Или WhatsApp-та местоположениеңді жіберіп қойдың ба? Достар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Ал комментке топ комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Қызықтаймыз келесі видеода кездескенше.